Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Раймек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген болатын. Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келген туралы екі түрлі ақпарат бар. Біріншісі 9 ақпан болатын болса, ал екіншісі 8 наурызда дүниеге келген деп айтқан анасы Нағима. Себебі біз ол туылғаннан кейін 22 наурыз тойын тойлаған болатынбыз деп айтқан. Мұқағали Мақатаевтың азан шақырып қойған шын аты Мұхаммедқали. Оның әкесі өте қарапайым шаруа болған, және Мұқағалидан кейін бір қарындасы және 3 інісі болған. Бір алғашқы інісі және қарындасы қайтыс болғаннан кейін аттарын Көрпеш және Тоқтарбай деп қойған болатын. Мұқағали өте сыршыл, шыншыл ақын болған. Мұқағалидың өте көп өлеңдері бар және поэзиялары бар. Мұқағали қазіргі көптеген жастарға ұнайды, көптеген адамдардың талғамынан шығады. Мұқағали Мақатаев, сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отыр ауылға апаратын, жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Бораны ұлып бетінен боздағы ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы. Бек болмай тұрған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәбидің өзімен өзі болып, қуыршақпен құлыншақты алданғаны. Сөзге тартпақ болып ек естімеді, адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күн еңкесе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңліңізде. Мұны отырған ана кім көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Қара жолды қаптай еп тозаң жапты, 23 жыл сарғайған құр үмітпен, сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбиі оралмапты, құлыншақпен қуыршақ содан қапты. Қара жолды қаптай еп тозаң жапты, қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далақ енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана, ойыншығын құшақтап қала берді.